Жақын уақыттардан бері Димаш Құдайберген тағы бір қырынан көрсеткен тамаша ән «Тау ішінде» әннің домбырадағы шертілуін өздеріңізге көрсетіп бермекшімін. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Осы домбыраға әуес барлық өнер сүйетін жандар. Мен сіздердің домбыра мұғалімдарыңыз Ерлан. Енді бұл әнді мен енді сезіміме байланысты бүйтіп келтіріп көрдім. Сонымен өздеріңізге осы бір кескінді шығаруды жөн көріп отырмын. Енді ол көрсету барысында қата кеткен жерлері болса, айыпқа сөге көрмеңіздер. Өйткені мен де өте кәсіби деңгейдегі адам емеспін. Енді біраз білгенімді өздеріңізбен ортақтасайын деген ниетпенен осы бір кескін тартып шығарып отырмын. Бауырларыңызды қолдап қуаттап, куән жоғалып деген заң қылып, осы бір әнді қызықсаңыздар үйреніп алыңыздар. Менен шамым келсе ары көрсетіп берейін. Ең әуелі осының шертілу кескінін, шертілу барысын өздеріңізге бір көрсетіп берейін. Одан кейін осы әннің текстін менің осы мына дойындағы бас бетіме кірсеңіздер құрып қойған топ бар, сол топтың ішіне жолдаймын. Ал енді бұның нотасы жазылған жоқ. Нотасын енді жазғам жоқ. Осы сезім арқылы келтірдім. Нотасын енді алда уақытта жазатын шығармын. Ал өздеріңізге енді бір шертіп көрсетейін. Енді осы жер екі рет қайталады, одан кейін қайырмасы. Арасында ахоу сомбылы шаш, қарай көзің, таттай сөзің, білгейсің келгенімді жалғыз өзім деген жерін не? Негізгенде жалпы барысы осылай болады екен. Енді жаңағы бөліктерін өздеріңізге ақырын бір көрсетіп берейін. Енді осыны шерту барысында перне санын және нота білмейтін кісілерге осы перне санын айтамын. Енді нота білетін кісілерге нотасын да қосып айтып отыратын боламын. Кескін біраз сәл-пәл ұзағырақ жалғасты. Егер мазмұн ұнап жатса, осы пікір қалдыру аймағына жақсы лебіздеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ең әуелі үшінші пернеден бастаймыз. Үш, екінші перне, яғни шыңла ла дыбысы. Мен келем. Мына жерде енді өздеріңіздің дыбыс көлеміңізге қарай созуларыңызға байланысты. Енді өте көп созып берсеңіздер болмайды. Әннің өзге әуелгі нұсқасына айтып кетуге де болмайды. Енді одан кейін тау ішінде деп өрлейді. Тау ішінде деген кезде төменге түсеміз. Енді тау ішінде деген кезде мына шыңла дыбысы үшінші перне, бесінші перне, жетінші перне. Яғни шыңла, до, жай дыбысы. Тау ішін деген кезде мына фа дыбысы 13 перне. Де деген кезде 12 көтеміз. Үстінде 13-тің үстіндегі мына дыбысты қосып аламыз. Ақын жасек. Тау ішінде. Енді қағысын мен оң қолда қағысын бойынша көрсеңіздер болды. Одан кейін түнделетіп. Одан кейін жердегі 12, 13 перне фа дыбысы. Түнделе. Жердегі 13 пернедегі фа дыбысы. Одан шың рай дыбысы. Одан қайта райға келеміз. Одан до. Түнделе. Тіп деген кезде мына жердегі мына шың төртінші саусақпенен ла дыбысын қосып алсақ та жақсы. Дыбыс жалаң болмайды. Қараңыздар. Түнделетіп
аймақты көңіретіп өлеңдетіп. Міне қарайық. Тағы да 3, 5, 7. Одан кейін мына жердегі 8, 10. Аймақты көңірентіп, мына жердегі 8, 10, 7, 5 өтеді. Өлеңдетіп. Мына жерде жай, шыңрай. Одан кейін шыңлала. Яғни үшінші, екінші перне. Ал енді қайырмасына келеміз. Қайырмасы бұл жерде көп қайталап отырады. Не? Ақбозат менің тұлпарым, шалқыған көңіл сұңқарым, көкірек кере жыттым мен, ауаның жазғы жұпарын. Бұл жердің бар негіз осы. Осыны төртеу қайтап жетесіздер. Ақбозат, шыңлала. Одан кейін менің деген кезде дауысын басамыз, бесінші перне. Менің, одан кейін тұлпарым. Осы төртінші жеріміз. Әлі ең соңындағы ахо деген жерін көрейік. Ол жайдан басталады. Жайдан жетегі соғаттаймыз. Яғни жетінші пернеден 12-ші пернеге. Ахо. Енді жерден мен мынады бұлай алдым. Осылай асаңдар біршама жақсы естіледі. Ахо. Одан кейін сомбылы шаш. Яғни 10, 12, 14-ші перне. Яғни фа, сол адыбысы. Денен кейін қарай көзің, тәттай сөзің. 7, 8, 10. 7, 8, 10-ші перне. Яғни жай, шыңрай, фа адыбысы. Одан кейін тәттай сөзің деген кезде яғни до, жай, шыңрай адыбысы. Яғни 5, 7, 8-ші перне. Білгейсің келгенімді жалғыз өзім. Білгейсің дегеніз тағы да жаңа алдындағы мен ұқсас. Үшінші, бесінші, жетінші перне. Шыңла, до, жай адыбысы. Міне ми, фа, ми. Яғни шыңрай. Одан кейін жалғыз өзім. Жай. Жайдан доға бір аттау дыбыс бар. Бірақ доғын чертпейміз, бассақ болды. Одан кейін өзім. Жалпы барысы осылай екен.